Армысыздар, құрметті көрермендер. Қысқаша ғана видео жазуды жөн көріп отырмын. Ол көршілес Өзбекстан мемлекетінде болып жатқан саяси өзгерістерге байланысты. Өзбекстан Республикасы өзінің конституциясын өзгертуге бел буып отыр. Оны халықтың ойымен, пікірімен санаса отырып, жалпы халықтық референдум арқылы жүзеге асырамыз дейді. Және мысал ретінде жақында ғана Қазақстанда болып өтті осындай өзгеріс, және халық референдумда конституцияның біршама баптарына өзгеріс енгізуді қолдады деген мысалды келтіріп отыр. Негізінен алып қараған кезде Өзбекстан Республикасы референдум өткізу тәжірибесінде көбінесе көршілес мемлекеттерге сүйенеді. Мысалы 1995 жылы Қазақстанда 2 референдум болып өтті. Өздеріңіз білесіздер, оның біріншісі Назарбаевтың президенттік өкілеттілігін сайлау өткізбестен 2000 жылға дейін созуға байланысты болса, екінші референдум ол 1995 жылы конституцияға байланысты болған еді. Міне дәл осы кезеңде Өзбекстанда да референдум болып, 1995 жылы Ислам Кәрімовтің өкілеттілігін келесі мерзімге дейін созу бойынша референдум өткізілген болатын. Яғни бұл кезде де олар Қазақстанның мысалына сүйенді. Енді осы кезеңде де Қазақстанда мысалға келтіріп отыр. Бірақ Өзбекстанда 2002 жылда конституциялық референдум болғанын еске алуымыз керек. Яғни бұл конституцияны референдум жолымен өзгертудің алғашқы мысалы емес. Бұл тәжірибеден өткен, жалпы Өзбекстан билігінде бар мысалдардың негізінде жасалып отыр. Бірақ негізгі қазіргі Өзбекстанның конституциясына қарайтын болсақ, Өзбекстанның конституциясында 6 бөлім, 26 тарау және 128 бап бар екен. Міне осы 128 баптың 64 бабы 200-ге жуық өзгеріске ұшырайды дейді. Бұл дегеніміз конституцияның 50% өзгереді деген сөз. Кемі 50% өзгереді және оны референдум арқылы жүзеге асырамыз дейді. Жаңа конституцияны бұлар Өзбекстан билігі 25 маусымда жариялады және оны жалпы халықтық талқылауға ұсынып отыр. Оның ішінде газеттер арқылы, журналдар арқылы, телеарналар арқылы, әлеуметтік желілер арқылы, яғни ақпаратты таратудың түрлі жолдарын пайдалана отырып, осы жаңа конституцияға байланысты болатын өзгерістерді халыққа ұсынып отыр. Яғни осыны оқыңыздар, қараңыздар және өзгерістерге өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріңіздер деген сияқты. Және осы талқылау 5 шілдеде аяқталады. Артынша талқылаулардың нәтижесінде референдум өтуге тиіс. Енді бұл өзгерістерге қарап, бізді қызықтыратыны ол саяси өзгерістерге қарап, бірінші бұл конституциялық реформа Қазақстанда болып өткен конституциялық референдумға қарағанда Ресейде өткен конституциялық референдумның айна қатесіз көшірмес екенін көруге болады. Неге? Себебі 2020 жылы пандемия қызып тұрған сәтте Путин билігі Ресейде конституциялық өзгеріс жасап, референдум жолымен Ресейдің жаңа конституциясын бекітті. Жаңа конституция бойынша Ресейде Путиннің бұған дейін атқарған президенттік мерзімінің барлығының мерзімі саналмай, яғни обнуление болып, Путин қайтадан президенттік сайлауға түсе алатын болды. Дәл осындай өзгерісті Өзбекстан билігі де ұсынып отыр. Өзбекстан билігінің айтуы бойынша біз Мирзиевтің президенттік өкілеттілігін обнуление жасайық, яғни осы уақытқа дейінгі өкілеттілігін санамайық, сөйтіп Мирзиев қайтадан жаңадан президенттік сайлауға түсе алсын дейді. Бұл дегеніміз нені білдіреді? Біріншіден, Мирзиев қазір екінші мерзімінде, яғни қазіргі конституция бойынша ол соңғы мерзімде отыр. Осы мерзімнен кейін 2021 жылы Өзбекстанда президенттік сайлау болып, Мирзиев екінші мерзімге өткен болатын, және оның өкілеттілігі 2026 жылы аяқталуға тиіс. 5 жыл өкілеттілік, 5 жыл. Енді осыны біз конституцияға енгізіп, Мирзиевтің өкілеттілігін жояйық, обнуление жасайық, сөйтіп Мирзиев жаңадан сайлауға түсу өкілеттілігіне, жаңадан сайлауға түсу құзыретіне ие болсын дейді. Ондай жағдайда обнуление болған кезде Мирзиев өзінің президенттік мерзімін 3-ші кезеңге, немесе тіпті қажет болса 4-ші кезеңге соза алады деген сөз. Бұл бір, яғни Ресей мен Өзбекстанның конституциялық референдум өткізудегі ұқсастығы осы жерде. Бірінші. Екінші ұқсастық, ол президенттің өкілеттілігін созайық дейді. Яғни қазіргі таңда Өзбекстан президенті 5 жыл мерзімге отырады, бір мезгіл 5 жыл, енді оны біз 7 жылға созайық дейді. Яғни 7 жылда Мирзиев 2026 жыл қайтадан президенттік сайлауға түсетін болса, референдумда өзгерістер енгізіліп, ендеше Мирзиев 7 жылдан тағы да 2 срок отыруға мүмкіндік алады, сөйтіп ол 14 жыл отырады деген сөз.
Ал 2026 жылдан бастап 14 жылды ары қарай санайтын болсақ, бұл 2040 жыл. Ол кезеңде 1957 жылғы Мирзиевтің жасы шамамен 83-84-те болады. Бұл дегеніміз өзінің билікте отырған кезеңін, яғни тақты барынша ұстап қалуға талпыныс, бұл бірінші. Екіншіден, өзінің кланын күшейту, себебі орталық Азия мемлекеттерінің басым көпшілігінде билік кландық негізде жүзеге асатыны белгілі. Бұл екінші. Үшіншіден, өзінің отбасын саяси посттарда, яғни саяси лауазымдарда күшейте түсуінің бір жаңағы амалы деп те түсінуге болады. Себебі қазіргі таңның өзінде 2016 жылы Мирзиев Ислам Каримов өмірден өткеннен кейін билікке келді. Оған дейін ол премьер-министрлік қызмет атқарған еді. Қазіргі кезеңнің өзінде Мирзиевтің қызы биік лауазымда отыр, Мирзиевтің күйеу балалары да лауазымда отыр. Яғни осы лауазымдарды күшейту қажет болатын болса, өзге де туыстарын белгілі бір саяси лауазымдарға әкелу іс-әрекеттері болатын шығар, егер конституцияға өзгерістер енгізілетін болса. Бұл бір. Екінші тағы бір ұқсастық, ол Өзбекстан билігі Қарақалпақстанға қатысты шешім қабылдамақ екен. Шешім қабылдамақ болғанда қазіргі сондай ұсыныс тасталып отыр. Ол ұсыныс қабылдана ма, қабылданбай ма, оны біз 5 шілдеден кейін көретін боламыз. Яғни ол ұсыныс бойынша қалай. Қарақалпақстанға байланысты баптар 70 және 75 баптардың аралығында саналады. Ол бойынша Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстан Республикасының құрамындағы егеменді ел саналады. Қарақалпақстан Республикасының конституциясы Өзбекстанның конституциясына қарама-қайшы келмеу керек деген түсінігі бар. Сонымен қатар Қарақалпақстан Республикасы ең маңыздысы өзінің әкімшілік административтік құрылымдық өзгерістерін өзі шеше алады деген осындай бір нұсқау бар. Демек, ол өзінің Өзбекстаннан шыға ала ма, жоқ Өзбекстанның құрамында қала ма деген мәселелерді Қарақалпақстан Республикасы өзі шешуге тиіс. Біреу сырттан күштеп енгізу немесе нұсқаулық арқылы емес, Қарақалпақстан халқының өзінің арнайы референдум процесі арқылы реттелуге тиіс мәселесі деп көрсетілген. Бірақ енді жаңа конституциялық өзгеріске қарайтын болсақ, 70 пен 75 баптарға өзгеріс енгізіліп, ол жерде Қарақалпақстанды республиканың жаңағы егемендік статусынан айырып, бұл жерде бір Өзбекстанның жай ғана бір субъектісіне айналдыру ұсынылып отыр екен. Және оны ұсынушылар Қарақалпақ және Өзбек халықтарының арасындағы достықты арттыру, бір мемлекеттің ішіндегі тұтастықты нығайту бойынша осындай ұсыныстар жасап отырмыз дегенді ұсыныпты. Бұл да бір Ресейдің 2020 жылы жасаған конституциялық референдумына өте ұқсас деп айтуға болады. Себебі Ресейде осындай өзгерістерді енгізді, және оның нәтижесінде ол өзінің Ресей Федерацияға мысалы, бірақ федерациядан қандай да бір мемлекеттердің референдум арқылы шығуына кедергі жасайтын баптарды енгізді. Бұл бірінші. Екіншіден, Ресейдің аумағы бөлінбейді және бөлшектенбейді деп нақты түрде айтты. Бірақ негізі федерацияның қағидаттарына сүйенетін болсақ, федерация ол бірнеше республикалардың қосындысы, және оның құрамынан жаңағы федерацияның ішіне кірген республикалар қалаған уақытта референдум жасау арқылы шыға алады деген қағидат бар. Әлемдік саясатқа сүйенетін болсақ, Ресей бұл қағидаттың барлығын сырып тастап, федерация екеніне қарамастан федерацияның құрамынан өзге республикалардың бөлініп шығу құқығын алып тастады. Бұл бір. Екіншіден, Ресей өзінің құрамындағы республикалардың басшыларының да лауазымдық атауларын өзгертті. Ең соңғы болып Татарстанның президенті деген лауазымын алып, глава регионы, яғни аймақтың басшысы деген осындай бір жаңа лауазым енгізді. Сөйтіп, Ресейде бұған дейін 2 президент болып келсе, ол Путин және Татарстанның президенті. Ендігі таңда Ресейде бір ғана президент болып қалды, ол Путиннің өзі ғана. Яғни осындай бір өзгерістер жасаған болатын. Дәл осы өзгерістегі қарай отырып, Өзбекстанда болып жатқан өзгерістер, яғни Қарақалпақстанға қатысты өзгерістер енгізу ұсыныстарына назар аударатын болсақ, ол жерде де осындай бір ұқсастықтарды байқауға болады. Бұл енді Өзбекстан құрамындағы Қарақалпақстан жалпы Өзбекстан Республикасының 40%-ға жуық аумағын алып жатыр. Табиғи ресурстық жағынан өте бай регион саналады. Әрине, Өзбекстанның халқының саны 32 миллионнан асады, ал Қарақалпақстан республикасындағы халықтың саны 2 миллионнан сәл ғана асады, және халықтың жалпы Өзбекстан аумағының 40%-ға жуығын алып жатыр. Осындай алып регион табиғи ресурсқа өте бай.
және географиялық орналасу негізінен құмды дала негізінде орналасқан. Бірақ осыған қарамастан, егер де конституциялық реформа іске асатын болса, және ол конституциялық реформада Қарақалпақстан Республикасының халқының ойы жаңағы ескерілмейтін болса, менің ойымша бұл Өзбекстан билігінің бір қателігі болады, үлкен бір қателігі болады. Қазіргі таңда енді әлеуметтік желіде көптеген осындай бір бейнероликтер салынып жатыр, көптеген ұсыныстар жасап жатыр. Бірақ мен өз басым өзбек халқы мен қарақалпақ халқын бөліп жарып, мына халықты қолдаймыз, ал мына халыққа қарсымыз деген пікірді ұсынбаймын. Себебі өзбек халқы да, қарақалпақ халқы да бізге, яғни қазақ халқына бауырлас, туыс, жақын халық болып саналады. Бұл оң қолыңды таңдайсың ба, сол қолыңды таңдайсың ба деген ақылға сыйымсыз сұрақ сияқты. Дәл осы халықтарға дегенде көзқарасым оң, және екі халықтың бауырластығы мен достастығы арта берсін деген ниеттемін. Ал саяси шешімдерді билік басындағы азаматтар өзге де құрамындағы ұлттардың, барлық ұлыстардың ойы мен пікірін ескере отырып қабылдайды деген ойдамын.